Бірінші сабақ қажетті материалдармен таныстыру. Мақсаты келесі сабақтарға сіздің дайын болып жабдықталуыңызға арналған. Алдымен бізге ең қажетті музыкалық аспап ол барабан. Дауысы жақсы естілетін дұрыс барабан болғаны жақсы. Келесі екі бірдей қоңырау, екі маракас, әртүрлі жұп-жұбымен музыкалық аспаптар керек болады. Бұлар дыбысқа шартты қозғалыс дағдысын қалыптастыру үшін қажет болады. Ал мына аспаптар баланың есту қабілетін жетілдіруге арналған аспаптар. Келесі бізге қажет болатыны матрешка. Сосын дыбысы шығатын және шықпайтын ойыншықтар. Мысалы, шылдырмақ және дыбысы жоқ шылдырмақ. Сондай жұп-жұбымен әртүрлі ойыншықтар. Мысалы, дыбыс шығатын піл және дыбысы шықпайтын піл. Осындай жұп-жұбымен ойыншықтар қажет болады. Және үлкен, кіші жұп-жұбымен ойыншықтар керек болады. Бұл балаға үлкен кіші ұғымдарын және дыбыстың қатты шығуын, жай ақырын шығуын түсіндіруге қажет болатын ойыншықтар. Сосын мүмкіндік болса, осындай горка қажет, балаларға қызықты және шартты қимыл қозғалысты дамытуға пайдалы болатын ойыншық. Оған қоса әртүрлі доптар алсаңыз болады, сөздің буындық құрамын түсіндіруге өте пайдалы ойыншықтар. Тағы керек болатыны пирамида ойыншығы, үйшік және жанұя мүшелеріне сәйкес келетін жанұя ойыншықтары. Ол лего болуы мүмкін, ол басқа да ойыншықтар болуы мүмкін, немесе қағаздан қиып дайындап қоюыңызға болады. Тағы қажет болатын келесі ойыншық, ол мысалы сиыр және жылан. Бұл баланың есту қабілетін дамытуға арналған және әртүрлі жиіліктегі дыбыстарды ажыратуға қажетті ойындарда қолданылатын ойыншықтар. Немесе жылан болмаса, тышқан ойыншығын алуға болады. Жіңішке дыбысты үйретуге. Ал мысалы сиыр, жуан, төменгі жиіліктегі сөздерді тыңдауға үйретеді. Келесі аспап ол ксилофон. Сонымен қатар бізге ұсақ көп заттар қажет болады. Мысалы моншақтар, тастар, осындай әртүрлі көп саны көп осындай заттар қажет болады. Және ыдыс. Бір ыдыс осы тастарға, екінші ыдыс бос болу қажет. Сонымен қатар үлкен кубиктар және кішкене кубиктар қажет болады. Осындай кубиктар қажет болады. Оған қоса бөпе, қуыршақ алып қойсаңыздар болады. Үй жұмысы қажетті жабдықтарды немесе осыларға ұқсас ойыншықтарды дайындап қою.